Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің арнамның дамуына үлес қосып, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып жатқан барлық оқырмандарыма алғысым шексіз. Ал бүгін біз сіздермен қарапайым заттардан тұратын әрі тез дайын болатын жеті нан пісіретін боламыз. Ең алдымен ыдысымызға алдын ала електен өткізілген ұнды саламыз, үстінен қант саламыз, тұз саламыз, сұйық майымызды құямыз. Қасықпен сәл араластырамыз. Одан кейін қайнап тұрған ыстық суды құйып, қасықпен араластыратын боламыз. Қамырымыз сәл суыған кезде ары қарай қолмен илеп жалғастыратын боламыз. Жақсылап біркелкі қамыр илеп, салафанға салып 20-25 минутқа тындыратын боламыз. Және осы тынған қамырымызды бірде 7 бөлікке бөліп, домалақтап, бетін салафанмен жауып қоятын боламыз. Қамырларымызды кішкене ұн сеуіп барынша жұқалап жаямыз. Барлығын дәл осылай жұқалап жайып аламыз. Одан кейін табамызға сұйық майымызды құйып, әбден қыздырып, нандарымызды екі жағы қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің жеті нанымыз дайын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Жеті нандарыңыз үгілмелі, жұмсақ болып шығады. Әрі қарапайым, кез келген үйде бар заттардан дайындалған. Назарларыңызға рахмет, барлықтарыңызға ас болсын.